7 серия. Аджин мен Инганды Ренаның таныс репортері суретке түсіріп алады. Келесі күні директорлары олардың ара қатынастарына қарсы біраз сөз айтады. Бірақ екеуінің де ара қатынастарынан бас тартатын ойлары болмайды. Аджин әлгі репортермен кездесіп, екеуінің ара қатынастарын жариялауын сұрайды. Солай келесі күні бұл жаңалық барлық жерде тарап жүреді. Кейін Аджин менеджерін алдап свидания деп Джеомен кездесуге жібереді. Олар солай одан Рена жайлы бір сырды біліп алып, видеоға түсіреді де онымен Ренаны бопсалайды. Одан қалды Аджин оған менеджерін кінәлап оны жұмыстан шығарып жібереді. Солай осы видео арқылы Ренаның аузын жаптырады. Содан кейін ол Инган екеуі жұп болып, халықтан да ештеңені жасырмай кездесе бастайды. Пек Аджинға қарасан енді шынымен ғашық адам секілді болып көрінеді. Солай Инган директорына Аджинға басы кеткенін, онымен бақытты екенін, оған үйленгісі келетінін айтады. Бір күні Аджин өзінің бұрынғы бастығын кездестіріп қалады. Ол түрмеден уақытынан бұрын босап шығыпты. Бірақ Аджин Инганның әжесімен бірге болғасын екеуі дұрыс сөйлесе алмайды. Инган Аджинның Джунсоның кітабы бойынша дайындалған киноға түсуіне қарсы болады. Аджин Джунсомен сол жайлы сөйлесуге келгенде екеуін Рена көріп қалады. Содан ол Инган Аджинға үйленуге ұсыныс жасайын деп жатқанда, әдейі Джунсомен бірге сонда келеді. Сол кезде Аджин мен Джунсоның бұрын ағалы қарындас болып бірге тұрғандары белгілі болады. Оны біліп әрине Инган бір түрлі болып қалады. Солай ол өз ұсынысын жасай алмай қалады. Ол сыртқа шыққанда оған әжесі хабарласып өзінің дәптерін Аджинның үйінен тауып алып, соны Инганға айтып жатқанда, оны Аджин да естіп қалады. Бірақ Инган нақты қай жерден тапқанынан әлі де хабарсыз болады. Содан Инган іс сапарға кетеді де Аджин болса оның әжесіне келеді. Кейін түсініксіз жағдаймен әжесі баспалдақтан құлап, өлі күйінде жатады. Оны Аджин итерді ме, әлде өзі құлады ма, келесі серияда білетін боламыз. 8 серия. Инганның әжесіне ота жасалып, бірақ өкінішке орай ол аман қалмайды. Солай оның жерлеу рәсімі болып жатады. Ол сол түні Аджинға саған бекер сенген екенмін, Инганды өзім саған итермеледім, сен болсан бізді алдап келіпсің деп оған ашуын білдіріпті. Бірақ баспалдақтан қалай құлағаны әлі де белгісіз болады. Аджин детективқа әженің басы айналып, өзі құлап түсті деп айтады. Жерлеу рәсіміне Пек Аджинның бұрынғы бастығы да келіпті. Сол кезде ол түрмеде болғанында көп ойланып, Аджинның бала кезде бақытсыз болғандығын, өмірінде бір дұрыс ересек адам болмай, сол себептен ол солай жауыз болып өскенінің түсінгенін айтады. Солай ол Пек Аджинға кек сақтамай, керісінше оны кешіріпті. Шынымен де өзі жақсы адам екен. Кейін Пек Аджинға Джунсо келіп, әжені итерген сол ма екенін білгісі келеді. Аджин болса ерегісіп пе, әде шынымен бе, «Иә, мен итердім» деп жауап береді. Инган болса әжесінің өлімінен кейін күйзеліске түсіп кетіпті. Аджин оның үйленуге ұсыныс жасағысы келгенін біліп қалып, Инганға келеді де ара қатынастарын үзгісі келетінін айтады. Ол тіпті оған онымен жақын араласуы үшін әжесінің дәптерін алғанын, солай әжесін пайдаланғанын да айтады. Инганға әрине бұның барлығын есту қиын болады. Солай Аджин одан шығып көлікте кетіп бара жатқанда, оның соңынан біреулердің аңдып келе жатқанын Джео байқап қалады. Ол оларға кедергі болмақшы болып, солай көліктегі адамдар оны ұстап алады да ұрып тастайды. Бірақ ол Аджинға ол жайлы ештеңе айтпайды. Кейін Инганның үйіне директоры келіп, оны өлі күйінде табады. Яғни ол өз-өзіне қол жұмсаған екен. Бір қайғыдан екінші қайғы болғасын шыдай алмай кеткен ғой. Джунсо оны біліп, Аджинға келгенде, ол ешқандай уайымсыз, ол өзі кінәлі, мен жай ғана онымен ара қатынасымды үздім, менің түк күнәм жоқ дейді. Иә, Аджинның қырсығынан тағы бір адамның өмірі қиылды.
Бірақ оған қарасан өз кінәсін мүлдем түсінбейтін секілді. Джунсо да оған кінәлі екенін айтқанда, ол тағы да оған манипуляция жасап, оның ойын өзгерткендей болады. Инганның қолдаушылары да Пэк Аджинға қарсы шеруге шығып, оның жұмыстан қуылуын талап етеді. Аджинға Джунсоның анасы келіп кешірім сұрайды. Сөйтсе, ол шын ниетпен емес, Джунсоның айтуы бойынша ғана кешірім сұрапты. Сол кезде Аджин Инганның әжесінің оны кешіріп құшақтағанын есіне алады. Ол тіпті оған дәптермен болған жағдайды сыр ретінде сақтаймыз деп айтыпты. Содан ол мысықтарға тамақ беруге барып, Аджинді шақырғанда, шынымен де басы айналып, баспалдақтан өзі құлап түскен екен. Оны камера жазбасынан Джунсо да көріп, Аджиннің кінәсіз екеніне көзін жеткізіп қуанып кетеді. Бір адамның алдында Аджинді көріп бірден көзі түскен екен. Дже оны да ұрған адамдар соның адамдары болыпты. Солай ол Аджинның суреттерін тамсанып қарап отырған жерінен 8-ші серияда аяқталады. 9-ші серия. Инганның өлімінен кейін Лонгстар агенттігі Аджинмен контракттарын үзген екен. Содан Аджин ашуланып директорына келеді. Директор оны Инганның өліміне кінәлап, қайтадан бұрынғы өміріне жіберетінін айтады. Яғни карьерасының күл талқанын шығаратынын. Аджин ашуланып, не істерін білмей қалады. Джунсоның анасы ауырып қалыпты. Оған Джунсоның бір бүйрегін салу керек екен. Джунсо ойланып, анасына бүйрегін беруге келіседі. Бірақ оған енді Аджин мен атасына жоламасын деп шарт қояды. Аджинның директорын пара алып, өзі де басқаларға пара берді деп, актерларды істі болғандары үшін бопсалады деп біреу полицияға шағым жазыпты. Солай оны полиция қамауға алып кетеді. Аджинді болса тағы да бір компания жұмысқа шақырады. Ол компанияны Аджинді жұмысқа алуға көндірген әлгі Мун Де Хёк деген адам екен. Аджин оны естіп өзі де түсінбей қалады. Сосын ол сол адамды өз көзімен көріп танысуға барады. Ол Аджинға сенің өмірін қиын болғаны үшін жай ғана көмектескім келді дейді. Сөйтсе Сомериді полицияға ұстап бергенде осы адам екен. Директор Сомери оған Аджинның қатысы бар екенін біліп, көмекшісі арқылы одан кешірім сұратып жібереді. Бірақ Аджин кешірейін деп тұрма. Ол да кезінде мені кешірмеген деп кетіп қалады. Оның барлығын Мун Де Хёк та естіп тұрады. Солай Аджин әлгі компаниямен контрактқа отырады. Джунсо анасына бүйрегін беріп, отадан аман есен шығады да Джеомен кездеседі. Джео оған бір адамдардың Аджинді аңдып, кейін өзін ұрып кеткендерін айтады. Сол кезде бір адам Мун Де Хёктың айтуы бойынша олар отырған жерге газ жіберіп өртеп кетеді. Мун Де Хёк болса Аджинға, егер маған тұрмысқа шықсан, мен сені ең мықты актриса қыламын, өткен өмірінің барлығын жоқ қыламын деп оған таңдау жасасын дейді. Сол кезде 9-ші серияда аяқталады. Аджин қандай таңдау жасайды екен, Джунсо мен Джеоның жағдайы не болды? Оның барлығын білу үшін келесі соңғы серияларына шолуды жіберіп алмаңыздар. Тағы бір өтінерім, каналымызға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.